Исатай ауданын аралаған Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтың әлеуметтік нысандардың сапасы құрылысына көңілі толмады. Әсіресе жаңадан салынған ауылдық дәрігерлік амбулаторияның қабырғасындағы түсіп жатқан сырлы кірпішті көрген әкім басшылықта қатты сынға алды. Құрылыс жұмыстарының жағдайымен толық танысқан өңір басшысы аудан әкімдеріне жедел жұмыс жасау керектігін айтты. Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев құрылыс саласындағы кемшіліктерді көзімен көріп, тиісті орындарға тапсырма берді. Исатай ауданын аралау барысында әлеуметтік нысандарға барған өңір басшысы жасалған жұмыстардың сын көтермейтін жағдайда екенін, мына жаңадан салынған аурухананың ішкі жұмыстарының нашар жасалғанын сынады. Неге айтпайсыздар оны? Аудан әкімдері? Бірінші рет көріп тұр. Қандай болды? Жаңадан тапсырған ғимарат. Әлеуметтік нысандар құрылысының әу баста дұрыс салынбағандығын сынаған Нұрлан Ноғаев алда атқарар жұмыстардың көп екендігіне тоқталды. Мәселен, жаз басталғалы жаңбыр суынан жапа шеккен аудан тұрғындарына қолдау көрсету керектігін қадап айтты. Кейбір елді мекендерде үйлерді су басып кеткен, оларға да лайықты көмек береміз. Комиссия құрылды, қазір олар өз жұмыстарын жасап жатыр. Сондықтан комиссия анықтайды, кімге қандай материалдық шығын келді. Және қолданыстағы заңның аясында кімге қандай қолдау көрсете аламыз. 2 күн Исатай өңірінде болған облыс басшысы жайылымы шұрайлым мекеннің жалауы жығылмау керектігін айтып, мал шаруашылығына аса мән беру керек деді. Айта кету керек, Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев өңірдің барлық 72 ауылдық округіне жұмыс сапарымен барып қайтты. Бұған дейін өңір басшысы Қызылқоға мен Мақат аудандарын аралаған еді. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.